Қайырлы күн, достар. Менің қазақша тарихи білім беретін тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы деген тақырыбын айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Бұл тақырыптан 19 ғасырдағы қазақ халқының мәдениетінің даму барысын, ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың маңызын, сондай-ақ халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының дамуын көрсететін боламыз. Жалпы қазақта ғасырлар бойы бірегей әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер қалыптасты. Бұл әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер отбасы құндылықтарын сақтауда және қоғамдық қарым-қатынасты қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Осындай әдет-ғұрыптардың ішіндегі бірегейі бұл қазақ халқының қонақжайлық қасиеті болды. Қонақжайлық қасиет ғасырлар бойы қалыптасты. Мысалы, қазақтың кез келген үйіне алыстан жолаушы келетін болса, оны құрметпен қарсы алып, үйіне қондырып, өзіне тегін ас су беріп, яғни қонақасы беріп, атына жем-шөп беріп, сондай-ақ оны құрметтеп шығарып салатын болды. Бұл қонақжайлық қасиет әлі күнге дейін қазақ халқында сақталынып қалды. Екінші, жасы үлкендерге құрмет көрсету. Қазақта жасы үлкен адамды құрметтейтін болды. Оның руына, жүзіне, шыққан тегіне, сондай-ақ қоғамдағы алатын орнына да қарамайтын болды. Жасы үлкен адамдарды төрге шығарып, құрметтейтін болды. Жастар олардың сөздерін тыңдап, баталарын алатын болды. Қазақтардағы әдет-ғұрыптағы танымалы бұл бата беру. Батаны үлкен іс бастағанда, жауға шапқанда, не болмаса жастар үйленгенде, өмірге сәби келгенде, тағы басқаларда бата сұрайтын болған. Батаны елге сыйлы, аузы дуалы ақсақалдар берген. Олар осы сұраған ғұрыпқа байланысты елге тыныштық, бейбітшілік, әр отбасына амандық, келер ұрпақтың бақытты болуы, саналы азамат болуын, тағы басқаларын тілеген. Бата кейде өлеңмен айтылған, кейде ұқсас қара сөзбен айтылатын болды. Қазақтардың ұлттық болмысына келетін болсақ, олар отан сүйгіштігімен, ер жүректілігіменен және еркіндігіменен көзге түскен. Мысалға, соғыс болған кезде қолға түсіп, кейін азат етілген жерлестерін өздері асырап алып, тіпті өзінің шежіресіне қосып, үйлендіріп, бір отау қылып шығаратын болды. Жеке бас еркіндігі бұларға тән болды. Сондай-ақ қазақтарда құл ұстауға тыйым салынды. 19 ғасырдың екінші жартысы бұл қазақта музыка өнерінің классикалық сипатта негізі қаланған кезең деп атауға болады. Осы кезеңде халық сазгерлері менен күйшілердің өнері дамыды. Біржан-сал Қожағұлұлы 1834 жылы Ақмола облысында дүниеге келді. 20 жасынан бастап ән шығаруменен айналысты. Араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы білді. 1865 жылы Абайменен кездесті. Осы Абаймен кездесуі оның әншілік, ақындық өнерінің дамуына әсер етті. Біржан-сал бұл қазақ қоғамындағы байлардың озбырлығына қарсы және әйелдердің теңсіздігіне қарсы көптеген өлеңдер жазды. Оның атақты өлеңдері «Айтбай», «Біржан-сал», «Ғашығым» деген өлеңдері болды. 19 ғасырдың екінші жартысындағы музыка өнеріндегі көрнекті тұлғалардың бірі Жаяу Мұса Байжанұлы. Ол 1835 жылы Баянауыл округіндегі Ақши деген жерде дүниеге келді. Ол өзінің өлеңдері мен әндерінде жергілікті жердегі болыстардың зорлық-зомбылықтарын, сондай-ақ патша үкіметінің отаршылдық саясатын батыл әшкереледі. Сондықтан оны қырдағы қауіпті тұлға ретінде соттады. Әсіресе бұны соттауға белсене араласқан Шорман балалары болды. Оны өзінің Ақсиса деген өлеңінде жақсы баяндайды. 1860 жылы Тобылға жер аударылып, 1862 жылы өз еркіменен әскер қатарына аттанады. Сөйтіп ол әскерде Қазанда, Орынборда, Новгородта, Мәскеуде, Петербургте, сондай-ақ тіпті Польша мен Литвада да әскери қызметте болды. Жаяу Мұса Байжанұлының 60-тан астам әндері бар.
Қазақ халқының тағы бір ақыны, сазгер әнші бұл Ақан сері Қорамсаұлы 1843 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келді. Ол бала кезінен өлең шығарып, музыкамен әуестенеді және қасына талант жастарды ертіп, ауыл-ауылды аралап, ән салып домбыра тартады, сондықтан халық оны сері атандырды. Өз өлеңдерінде қоғамдық өмірдің әлеуметтік мәселелерін, сондай-ақ ауыл әкімдерінің озбырлық әрекеттерін жақсы көрсете білді. Оның Маң-Маңгер, Сырымбет, Балқадиша әндері халықтың музыка өнерінде ерекше орын алады. Сондай-ақ Ақан сері 40-тан астам ән шығарған. Қазақтың ұлы күйшісі Құрманғазы Сағырбайұлы Бөкей Ордасының Жиделі деген жерінде дүниеге келді. Бала кезінен музыкаға әуес болды. Оның алғашқы ұстазы Қанбазар болды. Оның жастық шағы жоқшылықпен өтті. Сондықтан ол ел аралап күн көріп жүрді. Сондықтан да күйлерінің көбінде қарапайым адамдардың өмірін, тұрмыс тіршілігін суреттерді, қайырымсыз байлардың қылығын әшкереледі. Құрманғазының 60-қа жуық күйлері осы күнге дейін жетті. Әсіресе оның Адай балбырауын, Сарыарқа, Түрмеден қашқан, Кісен ашқан, Қайран шешем деген күйлері халық сүйіп тыңдайтын тамаша туындылар. Халық арасына танымал аса көрнекті композиторлардың бірі Дәулеткерей Шығайұлы болды. Дәулеткерей Шығайұлы бұл Бөкей Ордасының билеуші сұлтаны болды. Және осы күй өнерінде лирикалық бағыттың негізін салушы. Дәулеткерей төрелік биліктен гөрі өз ортасында күйшілік өнердің алтын діңгегі болған. Оның көптеген күйлері халық арасында танымал, ол 40-қа жуық күй шығарған. Қазақтың тағы бір сазгер күйшісі Тәттімбет Қазанғапұлы болды. Ол шертпе күйдің негізін қалаушылардың бірі. Оның 40-тан астам күйлері бізге жетті. Ол өзінің күйлерінде қазақ халқының музыкалық өнерін барынша байыта түсті. Қазақ мәдениетін зерттеуде, қазақ мәдениетін тануда осы Қазақстан жерінде болған саяхатшылар менен зерттеушілердің еңбектері өте бағалы. Бұл зерттеушілердің қатарында Аткинсон, Клапрот, Залеский, Брем, Верошагин, Шевченко деген зерттеушілер бар. Мысалы, ағылшын саяхатшысы, суретші Аткинсон 1848-52 жылдардың аралығында Қазақстанның бірқатар жерлерінде болып, тарихи, этнографиялық, географиялық зерттеулер жүргізді. Неміс зоологы, саяхатшы Брем бұл Сібір менен солтүстік батыс Түркістанға және Семейде болды. Осы сапары кезінде қырғыздардың тұрмысы мен отбасы, дала көшпелілері, малшылар деген еңбектерін жазды. Орыс суретшісі Верошагин Лепсі алқабы, Шу өзені бойындағы қазақ үйлері, Алатауда деген суреттерінде қазақ халқының тұрмысын жан-жақты бейнеледі. Украинаның көрнекті ақыны, суретшісі Тарас Шевченко 1847-1857 жылдары қазақ өлкесінде айдауда болды. Осы қазақ өлкесін зерттеп, қазақ тақырыбына арнаған Қазақ шаңырағы, атқа мінген қазақ байғұстар деген суреттерін жариялады. Оның әйгілі шығармаларының бірі Қазақ қызы Катя деп аталады. Бұл суретте Новопетровск бекініс қамалының коменданты отбасында қызмет ететін қазақ қызы бейнеленді. Достар, 19 ғасырдағы Қазақстан мәдениеті тақырыбын аяқтадым. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, маған комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар. Сондай-ақ каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.